Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен түймелік қалай жасайды, соны көрсетпекшімін. Тігін машинасында. Менікі тігін машинасы осындай полуавтомат. Яғни полуавтоматтарда осындай 2 ғана дөңгелек болады. Автоматтарда 3 дөңгелек болады. Менікі енді осындай жұмыстарға жарайды. Енді түймелікті полуавтоматта қалай жасайды? Мынандай етіп қазір тігетін боламыз. Ол үшін осылай. Қақ ортасына қойып алғаннан кейін мына жерде бірге алып барып қойдым. Және мынау белгілер бізде түймелік жасайтын белгілер. Енді қазір біз бірінші мынаған қойып аламын мен. Осылай басын тігемін. Келесі дөңгелекте бізде бірге қою керек. Екінші дөңгелек. Мына түймеліктің белгісі мынандай болады. Мұны қарасаңыздар полуавтоматтарда. Ал кеттік тігеміз. Бірінші осылай басын тігіп аламыз. Мынау иңені жоғары көтеріп қою керек. Келесі түймеліктің шетін тігетін кезде осылай. Бірінші, екінші және үшінші қайтадан мынандай, және төртінші соңын тігетін боламыз. Кеттік. Сіздер көрініп тұрған болса. Инесін көтеріп қоямын да. Енді қайтадан мынаны мынау белгіге апарып қоямыз. Осылай артын тігеміз мінекей. Мен осылай жасаймын. Осылай жетеді, міне инем көтеріп тұр. Енді келесі үшке апарып қоямын. Соңғы этабымыз. Ал кетіп, артқа қарай тігеді бұл. Тігіп жатқан кезде бүйтіп қисайтпай түзу ұстап тұру керек. Әйтпесе қисық етуі де мүмкін. Сол үшін түзу ұстап тұрамыз. Мінекей осылай біздің түймелігіміз дайын болды. Енді осының ортасын қайшымен емес, арнайы кесетін құралмен кессеңіз идеально кесіледі. Мінекей болды. Осыны енді қырқып жібін жасап та болады, болмаса тігінен кесіп тастасаңыз да болады. Өзіміз қалауымыз ыңғайсыз болып тұр. Каналым пайдалы болса тіркеліп алыңыз. Тағы да пайдалы ақпараттар шығарып тұратын боламын.